Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы 68-ші сабақ бас әріппен жазылатын сөздермен танысатын боламыз. Балалар, есімізде сақтайық. Адамның жер су аттары жан-жануарларға, хайуанаттарға, үй жануарларына қойылатын атаулар бас әріппен жазылады. Мысалы, досжан, айдос бұл адам аттары. Қызылорда, Алматы бұлар жер қаланың аттары. Балуан шолақ бұл спорт кешені. Мысалы, Тарлан, Құтжол деген бұл аңыз әңгімелердегі кейіпкер иттердің аттары. Осылай бас әріптен басталып жазылатын сөздерді есімізден шығармаймыз. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Қақпашы. Ауыл сыртындағы алаңда балалар күнде футбол ойнайды. Ойын басталарда қақпашы сайланады. Алайда балалардың көбі қақпашы болғысы келмейді. Бір күні футболдан жарыс өтеді деген хабар келді. Оған жақсы ойыншыларды таңдай бастады. Жарысқа тек Ерікті ғана қабылдады. Ерік сол жарыстан ең үздік қақпашы атанды. Балалар әлі де футбол ойнап жүр. Енді балалардан қай-қайсысы да қақпашы болуға құштар. Бұл мәтін Сәбит Дүйсенбиев жазған екен. Балалар неге қақпашы болғысы келмеді? Өйткені балаларда футбол ойнап, қақпада бір орында тұрғысы келмейді. Ал сол кезге футболдан жарыс өтеді деген хабарды естіген, оған жақсы ойыншыларды таңдай бастады. Жарысқа тек Ерікті ғана қабылдады. Ерік сол жарыста ең үздік қақпашы атанды. Балалар сол кезден бастап қақпашы болуға құштар болды. Футбол жарысына кімді таңдады балалар? Дұрыс, Ерікті таңдады. Жарыста кім үздік қақпашы атанды? Ерік үздік қақпашы атанды. Жарайсыңдар. Балалар, екінші жаттығуға қарайықшы. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз деді. Адамның атын тауып, астын сыз деді. Балалар, есімізден шығармаймыз. Адамның атын бас әріптен бастап жазамыз. Сөйлемді бастағанда үлкен әріппен бастаймыз, яғни бас әріппен. Сол сөйлемнің ортасында адамның аты келетін болса да, біз адамның атын міндетті түрде бас әріппен жазамыз. Доп ойнады балалар. Балалар доп ойнады. Мұрат қақпашы болды. Осы сөздерді сөйлем құрап дұрыстап жазамыз. Адамның атын тауып, астын сызамыз. Мұрат деген есімді көрдік, балалар. Үшінші жаттығу: әр доптың сипатын білдіретін сөздерді тап деді. Балалар, мына доптарға қарайықшы. Сипаты дегеніміз доптардың түсі қандай екенін айтамыз, Бірінші тұрған ақ пен қара жолақты ала доп, одан кейін сары доп, одан кейін жасыл доп, одан кейін қызыл доп. Сол әр доптың сипатын жазатын боламыз. Бірінші тұрған қарала добымыз футбол ойнайтын доп. Ал сары добымыз баскетбол ойнайтын доп. Ал кішігірім ала доптарымыз волейбол ойнайтын доп. Сол сияқты әр доптың өз сипаты бар. Ендеше балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп комментарий қалдыруды